апрель 2026 жыл. Жамбыл облысы Шу қаласы. Мынау бізде Шу өзен жағасы, ана жақта. Мына жамбыл совхозының мына жақта карьер ашуам естіл, КамАЗдардың бәрі толып жүр. Ана жақта. Өткенде құжаты жоқ деген, бұл жерде ешқандай берілмейді деген прокурордың өзінің айтқан сөзі бар. Ешқандай карьер ашылмайды, Сазоводта ғана карьер бар деген. Бұл жерде не сонда? Қайдан келіп жатқан карьер бұл? Осыны тергеп тексерулерін сұрамын Астанадан келіп. Жамбыл облысын тексерген маған қажет емес. Астанадан арнайы жасақ келіп тексерсін. Соның бәрін қазып, өзеннің бәрін бітірді, табиғаттың бәрін құртты. Бұл жақта ешкім жаны ашымайды екен Шуда. Осылай Талғат Оспанов сізге әне күні Иманғали табыстадыңыз, нөмірін бердіңіз, осы менің құммен айналысып жатқан осы деп нөмірін бердіңіз. Ол Иманғали не үшін бергеніңіз таңғалып отырмын. Мен Иманғали телефон алмайды. Осылай мына жерді тексерулеріңізді сұраймын. Кеп ана жерде қазғылап, оны не істеген, несі жоқ, қағазы жоқ қой жердің. Мосттың астын қазғылады, өткенде андаспай мосттың астын. Қағаз жоқ дедіңіздер, өзі жарты қағаз жоқ дедіңіздер, өздеріңіз айттыңыздар. Соны тергеп тексерін, жарты қағаз жоқ болса неғып тергеп тексереді, бүткіл құмның бәрін қасып кетеді ол. Өз жерден қылмыстық іс қозғап жатырмын дейсіздер. Қылмыстық іс қаяқта? Кімге қозғап жатсыздар? Январь, февраль, март, апрель 4 ай болды ғой. 4 айда кімді ұстадыңыздар сосын? Мына сіздерге көрсетейін КамАЗдардың іздерін. Мына КамАЗдың іздері, сіздерге КамАЗдың іздері мына жақтың бәрі мына осылай. КамАЗдың нелің іздері осылай жүріп жатыр. Кім кіммен күресіп жүргенін түсінбедім мен. Кім немен күресіп жүргенін осылай. Гаишің легковой машина күреседі. Қазір көрсетіп боламын алда оның бәрі. Осылай. Жеңіл көлікпен күреседі. Анақа андаспайға тұр деді, өткенде тұрғызамыз дедіңіздер. Ешқандай тұрғызған жоқсыздар. Прокурор айтқан маған тұрғызамыз деп. Өздеріңіз айттыңыздар ғой. Көрсетейін ба нелеріңізді. Мен осылай. Адам қоям дедіңіздер, сол мостқа. Күресеміз, күресіп жатырық дедіңіздер, өздеріңіз айттыңыздар ғой. Маған айттың, адам қоям маған сойқап. Мына жерге мынау жамбыл совхозының тұсы. Мына жерге жол жасап алған. Мынау жолдың жағасындағы мынау талдардың бәрін қиратқан. Өздеріне жерді қазып, КамАЗистер жол жасап алған. Топырақ әкеп, төгіп, мынаның бәрін қиратқанша Жамбыл совхозының участковый әкімі, мына ненің табиғатты қорғау прокурор бар, начальница бар. Ешкім көрмеуі, білмеуі мүмкін емес. Білмеймін, қаяқпен күресіп жүрсіздер, білмеймін. Мынаны қараңыздар, көріңіздер, мынаған бір шара қолданыңыздар. Міне осылай. КамАЗдардың бәрін қазір іздерін көрсетейін сіздерге. Қазір жалғасын салам, ана жақта қазып кеткен құмның бәрін көрсететін болам, қазір түсіретін болам. Оны бүгін қазып, ертең КамАЗ қазып, ертең көміп жүрсіздер ма? Міне КамАЗдың жүрген іздерінің бәрі. Міне осылай. Жол жасақ болған, жолдың шетінен биік қой мына жағы. Қарасаңыздар. Міне осылай. Солай. Мына жағын бәрін не істеп тастаған. Соңғы мына жерге топырақ әкеп, бәленбай КамАЗ төгіп, мына жерге асфальт әкеп төгіп, не істеп алған, жол жасап алған өздеріне. Бетондар әкеп төсеп. Осылай. Талдың бәрін мына жақта құртқан тамырымен жұлып. Міне осылай топырақ әкеп төккен. Міне қарап қадағалаңыздар. Осы Астанадан арнайы жасақ кеп, Шуды тексермесе, құммен күреспесе болмайды. Шуда бетімен кеткен. Әкесі бар, көкесі барлар жүреді. Істейді. Бұл енді қылмыстық іс қозғаған, нағылы жүріп жатыр деген сөз ғой. Осылай. Ешқандай нәтиже жоқ. Осылай. Білмеймін. Кіммен күресіп жатқанын түсінбедім мен.
наряд шақырсаң бәлембай уақыттан кейін келеді, білмеймін. Бүкіл видеосы дәлелі бәрі бар. Мына осылай тергеп тексеріңіздер мынаны. Кеп Астанадан неден или алсын құмды, или алмасын біржолата. Осылай сіздерге айтарым осы. Или бүкіл халық речканың жағасына қопарсын, құмын тасысын, или тасымасын. Солай айту керек, сіздерге сұрақ қою керек. Сіздерге сұрақ сол. Или алсын, или алмасын. Алмайтын болса дұрыстап күресу керек, алатын болса мүлде ала берсін. Қайтасаңыз бүткіл халыққа ала беріңдер деп. Болды осылай. Сөйтіп күресу керек. Мен понедельник күні барамын ғой сіздерге. Сұрақ қойым, сіз айтасыздар. Бола ма, болмай ма речкадан құм алуға? Өткенде айтқансыздар, болмайды құм алуға. Ол заңсыз. Карьер жоқ, сақ-зауытта ғана карьер заңды дегенсіздер. Білмеймін мен, қалғымнан бәрі қазып жатқан бәрі кім? Не қылған адамдар?